18. 18 ya 18 деген 8. Al bödeni деген құс бар. Ол қалай болады bödeni? Тақтадан оқуымыз керек. Q де бар. Q деген бар. Q деген дыбыс береді. Q. Quail. Quail. Quail деп болады. Quail. Quail ол bödeni екен, е? Quail. Келесі. Қолға үйретілген. Қалай болады екен? Қолға үйретілген. Time. Tame, ya? Tame. Қолға үйретілген tame. Келесі бүркіт. Қалай болады бүркіт? Eagle. Eagle, ya? Eagle. Eagle. Okey. Келесі. Тұмсық. Тұмсық қалай болады? Тұмсық. Back. E әрпі I деп оқылады. Beak. Beak деп оқи бере. Келесі. Өткір деген қалай болады? Өткір. Sharp. 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 Өткір екен. Келесі. Әтеш қалай болады әтеш? Кок, ya? Kok. Әтеш екен. Келесі. Аяқ. Аяқ қалай болады? Leg. Leg. Leg, ya? Leg. Аттың немесе аңның құйрығын қалай атайды екенбіз? Tail. Tail, ya? Tail. Tail. Кеттік ары қарай. Ал тырнағы қалай болады екен? Құстың немесе жануардың тырнағы. Claw. Claw. Тырнағы claw болады екен. Сақина қалай болады сақина? Ring. Ring. Сақина деген ring екен. N және G әріптері ың деген дыбысты береді. Пальто қалай болады пальто? Coat. Coat. Пальто болады coat екен. Келесі. Алтын деген қалай болады алтын? Gold. 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 Дұрыс айтасың, gold. Қоңыр деген ше, қоңыр. Brown. Brown. Қоңыр, brown дейді. Ал ойыншық деген қалай болады ойыншық? Toy, ya? Toy. 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 Енді осы сөздермен сөйлемдер құрап, тапсырмалар орындап көрейік. Так, бірінші тыңдаймыз. What is long? What is long деп жатыр. What is long дейді. Қалай аударсақ болады? What is long деген не, what деген не, long деген ұзын деп жатыр, иә? Яғни не ұзын деп жатыр. Что длинный дейді. What is long? Келесі. Horse's tail is long. The horse's tail is long дейді. Не деп жатыр? The horse's tail is long. Horses деген, яғни жылқының
Tail деген несі? Tail. Tail деген құйрығы. Құйрығы. Long деген ұзын дегенді білдіреді. Яғни хвост лошади длинный деп атап. Окей, келесі. Тыңдап көрейік. Polly's mother has a ring. Polly's mother дейді. Polly's mother деген Polly'дің анасында has деген бар. A ring деген сақина. Яғни у мамы Polly есть кольцо. Polly's mother has a ring. Келесі. What is sharp? What is sharp? What is sharp? Аударып көрейік. What деген не? Sharp деген өткір. What is sharp? Не өткір деп жатыр? Что? Келесі. Polly's quail is tame. Polly's quail is tame. Polly's деген Polly'дің деген сөз, е? Polly'дің quail деген бөденесі. Бөденесі қандай екен? Tame деген қолға үйретілген, яғни перепелка Polly ручная. Так, келесі екінші тапсырманы орындап көрейік. Мына суретпен байланысты сөйлем бар арасында, соны табуымыз керек. Ол қандай сөйлем деп ойлайсың? Қандай сөйлем байланысты осы суретпен? Яғни сақина және қол көріп тұрмыз. Polly's mother has got a ring дегенді алсақ болады. Себебі Polly's mother деген Polly'дің анасында, has got деген бар, a ring деген сақина. Polly'дің мамасында сақина бар екен. Келесі суретпен байланысты сөйлемді тауып көрейік. Мына суретпен байланысты таба қойшы. Polly is hot is жоқ. Бұл жерде пальто деген сөз болу керек. Сосын ер адам тұр, иә, бұл жерде. Jimmy is father has got a cat. Jimmy's father has got a coat. Дұрыс айтасың. Қалай аударамыз? Jimmy's әкесінде бар. Не бар екен Jimmy'дің әкесінде? A coat дейді. Coat деген пальто бар екен, е? Jimmy'дің әкесінде бар пальто дейді. Jimmy's father has a coat. Тамаша, has got немесе has деуге болады. Келесі, мына суретпен байланысты сөйлемді табу керекпіз. Бұл суретпен байланысты сөйлем қайсысы деп ойлайсың? Polly Ойланамыз. Баланың суретін көріп тұрмыз және балада ойыншықтар бар екен, иә? Яғни бала және немесе ойыншықтар деген сөз болса, осымен байланысты деп алсақ болады.
яғни мынаны көрейік, иә. Jimmy's toys old деп жатыр. Яғни бұл деген Jimmy'дің ойыншықтары дейді. Old деген ескі ма деп жатыр. No, they are new дейді. Жоқ, олар жаңа екен. They are new, олар жаңа дейді. Келесі мына суретпен байланысты сөйлемді тауып көрейік. Ол суретпен байланысты сөйлем, ол яғни суреттен біз бүркіт көріп тұрмыз, иә? Тағы да тұмсық көріп тұрмыз бүркіттің. What bird is it? It is an eagle емес па? Yeah. What bird is it? Бұл емес екен ғой. Онда мынаны алайық. The eagle's beak is very sharp деген алайық, иә? Яғни не деп жатыр? The eagles деген. Eagle деген бізде? Ол не? Бүркіт, иә? Бүркіттің бик деген тұмсығы is very sharp. Өте өткір екен, е? Өте өткір екен. Окей, енді мына суретпен қандай сөйлемді байланыстырсақ болады екен қарап көрейік. Polly hat is yellow. Polly's hat is yellow. Не деп жатыр? Сөйлемді аударатын болсақ. Polly's деген Polly'дің деген сөз, иә? Polly'дің сары. Hat деген шляпасы дейді, иә? Polly'дің шляпасы сары дейді ма? Сары екен, иә. Polly'дің шляпасы сары екен. Polly's hat is yellow. Тамаша. Үшінші тапсырманы орындап көрейік. Онда сөздердің орнын ауыстырып қойған сөйлем құрауымыз керек, сұраулы сөйлем құрауымыз керек, яғни сұрақ қоюымыз керек. Қай сөз бірінші орынға қойсақ болады? Polly is сұрақ қойғанда is бірінші орынға шығады. Бұл to be етістігі. Есіңде болсын. Одан кейін Polly'дің деген сөз қоямыз. Polly'дің. Одан кейін Quail деген. Бөденесі дегенді қоямыз. Қолға үйретілген дегенді қоямыз. Яғни, Polly'дің бөденесі қолға үйретілген ба деп аударамыз. Is Polly's quail tame? Ал мына жерде сұраулы сөйлем бірінға қояйық. Қай сөзді? Бұл жерде to be етістігін қоямыз. Бағана бізде is болды ғой, еті аны қоямыз. The cats are. Аударайық. Are the cats claws sharp деп жатыр. Не деп жатыр? The cats мысықтың claws деген тырнақтары өткір ма дейді? Sharp деп жатыр. Мысықтың тырнақтары өткір ма деген сөйлем шығады. Мұнда бағана болған сияқты, Polly'дің бөденесі қолға үйретілген ба деген сөйлем шығу керек. Is
Is girl. Is Polly Is Polly. tame? Tame. Is Polly's quail tame? деп сұрақ болғанда isді бірінші орынға шығарамыз. Мұнда Jimmy'дің ойыншықтары ескі ма деген сөйлем шығу керек. Are. Jimmy's toys old деп Jimmy's toys old. Мұнда мысықтың тырнақтары өткір ма? Мысықтың тырнақтары өткір ма? Мысықтың тырнақтары өткір ма? Яғни сұрақ болған соң аны бірінші орынға шығарады. Are the clothes Мұнда сөздерді қосуымыз керек. Қай сөз қалай аударылады? Қай сөз қалай аударылады екен? Tail. Яғни tail деген ол Tail. бұйығы. 18. 18. Sharp. Өткір. Brown. Tame. Қолға үйретілген. Тағы да қосамыз. Claw. Тырнақ, Leg. аяқ, Ring. сақина, Tail. құйрық, Beak. ол тұмсық бик деген. Тағы да қосайық. Tail. Құйрық, Tame. қолға үйретілген, Tame. Claw. тырнақ, 18. 18. Eagle. Eagle, ол бір көп, я? Eagle. Tail. Tail, Cock. әтеш, Leg. Tame. қолға үйретілген. Claw. Claws, тырнақ, Quail. бөдене, Brown. қоңы, Beak. тұмсық, Cock. әтеш, я? Келесі соңғы тапсырманы орындап көрейік. Онда to-be етістіктерін қоюымыз керек. A, is, am. Қайсын қоямыз? Polly's quail дейді. Polly'дің бөденесі туралы айтылып жатыр. Polly girl. Quail Is дейді. Polly's quail is tame дейді. Is қоямыз, я? Polly's quail is tame. Өйткені quail деген бір ғана бөдене ғой, сондықтан isді қоямыз. Егер ол бөденелер болғанда, көпше түрде онда біз аны қоятын едік. Ал егер мен деп сөйлесек, I деп болса, am'ді қоятын едік, я? Келесі to be етістігін қойып көрейік. Мұнда қайсысын қоямыз? The tiger's claws. Тигрдің немесе жолбарыстың аяқтары болады, өйткені аяқтар. The tiger's claws are very sharp. Аяқтар емес, тырнақтар екен ғой. Тигрдің немесе жолбарыстың тырнақтары өте өткір, very sharp. Мұнда ше қайсысын қоямыз? Eagle is black. Is very sharp. Так, яғни, бір ғана бик тұмсық The туралы eagle's beak is very sharp. яғни бір ғана тұмсық, the eagle's beak, бір ғана тұмсық болғандықтан, is very sharp дейді. Яғни, аударатын болсақ, не деп аударамыз? Альтоның Eagles деген, eagle деген не ғой бізде? Бүркіт қояр, бүркіттің
Big деген тұмсығы very sharp. Өте өткір екен, иә? Өте өткір. Ал мұнда қайсын қоямыз to be етістіктерінің? She a little girl дейді. Ол деген біреу ғана ғой, бір қыз туралы айтылып тұр. Сондықтан біз бұл жерде is'ді қоямыз. Деп көпше She is a little girl. көпше түрде айтамыз. She is a little girl. Ол не деп жатыр? A little girl. Кішкентай қыз деп жатыр. She is a little girl. Ол кішкентай қыз деп жатыр. Және мұнда бізде болған бұл жаңа қайсысы болады? The eagle's beak is болады. Яғни бүркіттің The eagle's beak is very sharp. Ол бізде 18-ші сабақ. Кітап бойынша міне мына мәтінді оқып аударуымыз керек болады. Қазір сен жай ғана оқып көре ғой, содан кейін аударуға көмектесем. Оқып жүре сал мәтінді. Polly has a girl. Quail деп оқылады. Quail. Polly's girl is Jamie has a horse. Jimmy's horse is back. Jimmy's horse is big. Ары қарай оқып жүре сал. What a bird is this? It is an eagle. The eagle's back is very sharp. An eagle. Так, ары қарай. Is this an eagle too? No, it is not. It is a cock. Its legs are yellow. The hen's legs are yellow too. Kеттік ары қарай. That is yellow. The cock. What is yellow деп оқылады. What is yellow? The cock's legs are yellow. Polly's hat is yellow. What is long? Jimmy's stack is long. The horse time is long. That is sharp. The eagle's back is sharp. The cat's claws are sharp. The cow's tail is not long. The cow's back is not sharp. Back is not sharp. Так, кеттік ары қарай. Polly дегеннен бастап. Polly's mother has a ring. Mother ring is gold. Jimmy's father had a cart. His cart is new. Coat деп оқылады. His coat is new. Енді мынаны оқып жүре сал. Is her mother gold? Yes, it is gold. Is his mother cart new? Yes, it is. Are we toils grow? No, they are not. There are brown. Are Jimmy's shoes old? No, they are not. They are new. Are Polly's
chickens. Yellow. Is I have you a new card? Mhm. Yes, I have. Show me where new card. Mhm. Mhm. Show me your new coat. Ya. Yani үйде осы мәтінді оқып аудару керек болады. Жақсы. Айша, осымен біздің пробный сабақ аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау бол. Goodbye. Goodbye. Мгм.